Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 14-ші тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. Бұл демалыс күндері Еурокубок турнирлеріне байланысты Ордабасы, Ақтөбе, Тобыл командаларының қатысуымен болатын матчтар кейінге шегерілген болатын. 13 шілде сенбі күні Қарағанды қаласында Шахтер Талдықорғандық Жетісу командасын қабылдады. Ойын тартыссыз өтті деп айта алмаймыз. Әсіресе екінші таймда екі жақта да гол салатын мүмкіндіктер болды. Дегенмен матч 0-0 есебімен аяқталып, командалар ұпай бөлісті. Ал Қызылордада жергілікті Қайсар командасы семейлік Елімайды қабылдады. Ойынның 13-ші минутында қонақтар есеп ашты. Дмитрий Шамхоның көтерген айып добын Елімайдың бразилиялық шабуылшысы Шина баспен соғып голға айналдырды. Екінші таймның басында Елімай қақпасына пенальти белгіленеді. Оны Айбар Жақсылықов сәтті орындайды. Алпыс үшінші минутта алаңға үзілісте шыққан Тоқтар Жаңғылышбай тәртіп бұзып алаңнан қуылады. Сан басымдығына ие болған семейліктер шабуылдарын күшейтеді, бірақ ол шабуылдарының барлығы сәтсіз аяқталып жатты. Ал 90+5 минутта қарымта шабуылға шығып кеткен Қайсар гол салып есепті 2-1 қылады. Гол авторы черногориялық футболшы Горан Милойко. Қорытынды есеп 2-1 қызылордалықтардың жеңісі. 14 шілде жексенбі күні алматылық Қайрат Астананың жеңіс командасын қабылдады. Әрине матчтағы айқын фаворит алаң иелері болды. Және олар ғаламат шабуылдар, қарсылас қақпасына көбірек соққылар жасады. Голдар да салып жатты, бірақ олардың 2 голы есепке алынбады. Екінші таймның басында ойынның 49 минутында Қайраттың бразилиялық шабуылшысы Жоао Пауло командасын есепте алға шығарады. Ол өзінің шеберлігін және қарсылас команда қорғаушыларының қателігін пайдаланды. Матчтың аяғына қарай алматылықтар босаңсыды ма, әлде басқа да себеп болды ма, ойынның 83 минутында жеңіс командасы таразы басын теңестіріп кетеді. Гол авторы алаңға екінші таймда тыңнан шыққан чехиялық футболшы Лукаш Будинский болды.
Қорытынды есеп 1-1, Қайрат командасы қолда тұрған жеңісті жіберіп алды. Енді назарларыңызға 14-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестені жеке дара Ордабасы командасы бастап келеді. Шымкенттік командада 25 ұпай бар. Екінші орында 22 ұпаймен Ақтөбе командасы орналасқан. Ал алға шығатын мүмкіндікті жіберіп алған Қайрат 22 ұпаймен 3-ші орында қала берді. Кесте түбінде 8 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы келеді. Ал одан бір орынға жоғары орналасқан Астаналық Жеңісте 9 ұпай бар. Бұл екі аутсайдер команда осы турдағы ойындарын тең ойнап 1-1 ұпайдан еншілеген болатын. Сұрмергендер тізімінің көшбасшылары қатарына осы турда гол салып көзге түскен Қайраттың бразилиялық шабуылшысы Жоао Пауло қосылды. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 14-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 15-ші тур ойындары Лига кубогының ойындарына байланысты 2 аптадан кейін, яғни 27 және 28 шілде күндері өтеді. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.